Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздерге өте дәмді борщтың рецептісін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен етімізді суға салып отқа қоямыз. Қайнай бастағанда көбігін алып, етімізді 1,5 сағатқа баяу отта қайнатамыз. Етіміз қайнап піскенше, алдымен пиязымызды турап аламыз. Сонан соң сәбізімізді турап аламыз, немесе үккіштен өткізсек болады. Ал қызылшаны үккіштен өткіземіз. Өз қалауларыңызша ірі немесе кішкене көзінен өткізсеңіздер болады. Қырыққабатымызды видеода көрсетілгендей етіп ұсақтап турап аламыз. Енді қызып тұрған табаға пиязымызды қызарғанша қуырып аламыз. Сонан соң сәбізімізді салып 2-3 минут қуырамыз. Жаңағы үккіштен өткізілген қызылшаны салып қуырамыз. Туралған помидор мен томатымызды қосып 1-2 минут қуыруымыз керек. Енді борщымыздың түсі қызыл болу үшін, қызылшаның түсі кетіп қалмау үшін лимон шырын тамызамыз. Жарты стакан сорпаның суын құйып араластырып аламыз да 15 минутқа баяу отта бұқтырамыз. Міне етіміз пісіп дайын болды, оны аламыз. Сорпаға туралған картопымызды саламыз. Сонан соң жаңағы қырыққабатымызды саламыз. Етімізді кубиктап турап, оны да салып, қайнағанын күтеміз. Сорпамыз қайнай бастағанда жаңағы бұқтырылған қызылшаны салып, араластырып, дәміне қарай тұз сеуіп, лавр жапырағын салып, 10 минут қайнатамыз. Міне біздің борщ дайын болды, өте дәмді болып шықты. Менің рецепттерімді әрдайым көріп отыру үшін колокольчикті басып, маған тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Сіздерге көп рахмет.